Siz көп адамдарын көрдіңіз ғой. Дәмдес болдыңыз. Анау Союздың кезінен бері қарай. Қазақтың қазір өмірден өтіп кеткені бар. Сіз бар кезде өткендері бар. Ұлылардың біразын көрдіңіз. Ол заманында жазушылардың жақсы өмір сүрген бәрі біледі ғой, белгілі болды. Одан кейінгі заманды да көрдіңіз, мына заманды да көрдіңіз. Біз бәрінің айтқаны бір бөлек, менікі бір бөлек. Сондықтан менің айтқаным ертегі сияқты болып шықты ғой. Содан кейін анау қажеттіліктен шығатыны мен тістау болдым. Қазір барып түсіп алған сөйлеген кезімде анандай екі затты айтамын. Ал ағайындар не? Қазір мінекей бірісі. Өзіміз болып сырласайық. Халық кез келген халықтың тарихы теңіз. Оны бір адам түгіл, бір институт түгіл игере алмайды. Оған әлемдік осындайға айналысып жүрген кісілердің бірлігі керек деп айтып беремін де. Мен қанша жерден бірдеме білдім, оқыдым дегенмен менікі де сол теңізден алынған бір шелек қана су менікі. Бірақ халқымызда сөз бар. Теңіздің дәмін бір тамшысынан біледі. Бір шелек суда қанша дәм тамшы бар, оны өздеріңіз есептей беріңіз деп бастаймын әңгімемді. Содан кейін айтам, қазір жақсы айтсаң да, жаман айтсаң да қарсы шығатын адамдар көп. Әркім ол да дұрыс шығар. Әркім әртүрлі, әркім өзінің ойы бар. таным түсінігіне қарай сөйлейді. Патша оңылы дұрыс дегенді айтады, оның басқаныкі дұрыс емес дей алады. Ол адам жеке пікір. Ал біз сияқты салынып жүрген болса, басқа елдің адамы да, сосын басқа адамдар айтады, бұларша өзінің аталарын мақтап жаза береді. Әйтпесе, бұдан болса жүре алмадық деген сияқтыны айтады. Сондықтан менің сөзімді аз да болса дұрыс, мен айтамын, менің сөзімнің бәрі дұрыс екенде қабылдап қалмаңыздар. Мен де біреулерден жазғандарынан оқығанымнан, соны өзіміздің білгенімізден содан салыстырып барып, осы елдің, осы қазақ деген халықтың бір президенті болған соң, қазақтық таным тұрғысынан өзімнің білгенімді айтамын. Дұрыс па, дұрыс емес пе? Сіз де осы жасқа дейін университетке келдіңіз, содан кейін содан барып, сондай салыстырудан барып шындыққа жетеміз деп аламын да айтамын. Әлемдік мойындаған өркениетке жетті деген озық елдер бар. Ол Европа. Өркениетке жеткен Европа дейді. Сол Европаның ішінде көне озық елдер, ғаламаттар бар, кейінгі ғаламаттар бар. Анау кейін бұрынғылары Египет, Грек, Рим. Ал берінгілері ағылшын, француз, неміс. Мен сіздерге өте тереңдемей ақ қояйын, Геродоттан бастап, осылардың бәрінен бір кішкентай цитат айтайын. Сіздер тыңдаңыздар. Ол адамдар және сол мына озық ел деген елдің мойындаған күні бүгінге дейін тәуе етіп отқан атақты адамдар. Деймін деп бірінші айтамын. 13-ші ғасырдағы ағылшынның 11 маманы, әрі химик, әрі физик, әрі жаратушы, әрі дінбасы, әрі толғатқан не бар. Оның сыртында, 10 мамандықтың сыртында ғажайып доктор деген атағы бар. Роберт Бекон, атақты Бекон деген кісінің былай дейді. Мен сөзбе-сөз бұл затты болған. Мен европалықтардың түріктерді жабайы халықтар дегеніне қайран қалам. Түріктердің адамгершілігі мен рухани мәдениеті мен ұлттық бірлігі менен әлемдік мәдениеттің өрімдеріне қандай үлес қосқанын көріп біліп тұрып, бұлардың ұлы халық демеске шарам жоқ дейді. Бұл бір сөз. 13-ші ғасырда қоямын. Шынды. Екіншісі, бұл ағылшын. Екіншісі француздың ғалымы. Бұл да бірнеше не алған баласы. Саясаткерсің, саясаткер, тарихшы десең тарихшы деп оның нелерін айтамыз. Ол кісі былай дейді. Сөзбе-сөз нені ашып айтамын, осылай. Сіздерге айту үшін сол затта болғам деп.
әлем халықтарының ішінде жайлап алуда даңқтылығымен ерлігінен бірде-бір халық түріктерге жеткен жоқ. Түріктер шын мәніндегі әлемнің билеушісі болды. Жаратушы Жаббарим басқа халықтарды соларға қызмет ету үшін жаратқандай еді. Әлемдегі тұңғыш, бізде мемлекет жоқ отыршы, әлемдегі империяларды, тұңғыш империяларды құрған да солар, құртқан да солар. Бірақ өздерінің жеңістеріне мәз болып, ұрпаққа үлгі етіп аман қалдыратын тарихшысы ол жоқ дейді. Бұл Шарль Луи де Монтескейдің сөзі. Керемет. Енді келіп айтады, бізде қала жоқ деді ғой. Иә. Бұл да француз. Иә. Жаратылыстанушы тағы бір демесі бар, ақын бірақ. Иә. Жорж Луи Леклерк де Бюфон деген кісі айтады. Әлем, бұл 17-ші ғасыр. Әлемдегі бүгінгі біздің түсінік, 17-ші ғасырдағы адамның ғой, түсінігімізде мемлекет дегенді дүние жүзінде бірінші орнатқан адамдар түріктер дейді. Ол дейді, ол Каспийдің солтүстік шығыста еді дейді. Біздің жерде айтты ғой. Біздің жерде айтып отыр. Түрік деген мемлекетіміз сол. Мына біздің бірінші түрік қанаты деген, ол екінші түрік қанаты. Және оның солай екеніне болатыны, Тони Көктің сонда да бар, кімде де бар, Мәңгел деген. Ол неге айтты Мәңгел деді? Көріп келеді ғой. Анандай ғажап ел болды. Бұл жерде құрамында да, халқында да түрік деген жоқ. Түрік келеді 6-шы ғасырда түрік деген аты. Сонда ана түрікте де үлкен мемлекет береміз. Бірақ біз олар сияқты құрып кетпейміз, мәңгілік боламыз. Сөйткенде заңын шығарған ғой. Аналардың заңын бәрін өзгертіп, ең бірінші буынның, бірінші заңның, бірінші пункті мемлекеттің басшысы мынау қалыптасқандай тек қолап. Әке сөйлесе баласы болатын. Осы біздің мемлекеттің құрылымының бір басшы шығарты осы. Кейде әкесі өліп қалғанда орнына мұра келетін жас бола алады, оны шешесі, уәзірлер билейді, айда іште тартыс болады, қызғанады, содан барады қолдайды. Сонда барады ең бірінші пункті. Қаған өлгенде, қағанның орнына сол мемлекеттің ашы түсісін қағанмен бірге көрген інісі ғана болу керек, тетелесіңіз. Бар ма несі? Одан кейін де солай болып жалғасу керек дейді. Сонда барып үкімет болды. Соны түрік қағанаты 4-ші қағанаға дейін ұстатты, 4-ші қағанаттан кейін болып кетті. Соны біздің түріктер. Мына бізден мен спектакль қоямын, бір сонда журналистер келеді, бірдеңелер сұрайды, мен енді постоянно тарихи нәрсе қойғаннан кейін. Біз жаңағы ұлттық мемлекет бола аламыз ба, біз ұлттық мемлекетпіз ба жалпы, ол деңгейге қашан көтерілеміз деп. Мен енді былай дежурный ответ бере салам енді, и так біз анау мынау деп. Но на самом деле ішімде не тұрады? Мынандай бір ойым бар да. Біздің қазақ әлі түсінігінде ұлттық деген деңгейге жетпей тұрмыз ғой. Оған да жоқ. Ұлттық деген ұғымға жоқпыз. Өзі ұлттық мүдде, ұлттық саны дегенде айтамыз. Көп айтамыз. Сұраш білмейді. Білмейді. Ал енді оны білмеген ғой, мынау не бар? Сана деген сөз бар ғой. Енді мен сізге түсіндірем. Мынау бір не қылатын ешқандай қазақтың сөзі бар ғой. Қазақтың сөзі, қазақтың тарихы. Бірақ сөзді білмейміз. Мен кімнің Машержевтің көптен шыққан кезде алғанда мынандай сөйлемді оқыдым. Мен пендешілігімді қара. Бұлай дейді, мен жаттап алған сөз. Қазіргі менің замандастарымның бірде біреуі қазақтың сөзін білмейді. Шіркін білсе ғой. Әулиелік те, ғылым да, дәстүрде сонда тұр дейді. Бұл кісі 1930 жылы өлген адам. Ол кезде бізге орыс бұнда кірген жоқ. Біз бір-бірімізбен жаппай қазақша сөйлесіп жүрдік. Сосын мен мына пендемін ғой отырған. Ай, бұл кісі әулие дегенмен бұл кісі де пенде ғой.
әйтпесе ол кезде солай қазақтың сөзін неге өңдесін біледі ғой бәрі Иә. дедім. Солай деп қойып қойдым, бірақ ешкімге айтып не қылған. Сөйтіп жүргенде бұрын талай оқыған, бірақ мән бермеген ананың сөзінен кейін Абайдың бір несінен бір іздемеген тұтаттым. Абайдың қартайған кезіндегі жазған өлеңінде сөз түзелді. Тыңдаушым сен де түзелдің сөзі бар. Сосын мынандай сөзі бар. Жартасқа бардым, күндайға салдым, одан да шықты. Баяғы жартас, бір жартас, қан көтертікті байқамыз дейді. Тағы да ойладым мен, пендемін ғой. Ай, сонда Абайға дейінгі Құнанбайдың өз аталары, Өскенбайдың, Кеңгірбайдың, бүкіл қазақ әулие деп табылған әдет бабаның бәрінің сөзі қысып қалғаны ма? Бұл кісі де айта береді деген пендегі ойым болды. Енді мына тарихқаның көп мынауына келіп ой тоқтатып келсем, шыны кетім. Біз сөзді білмейміз. Бұл сөздің астары, емеуріні, айтылу несі, бәрі рөл атқарады екен. Интонациясы. Қараңызшы, кез келген сөз бірнеше мағына береді. Түсінбейміз дегені. Ең әдемі сөз айналайын ғой. Ал бұлай дегенде осы айналайын жақсы көремін деген сөз бе? Ой, айналайын күннен бұрын өлтіретін болдың ғой дегендегі айналайын, мысалы. Оңбаған деген сөздің баламасы ғой енді айналайын. Кез келген сөз солай екен. Солар екен мен сөзге ауыстым. Кез келген неде келген темені соның түбірінен іздеймін. Сол арқылы мен әлемде бірінші болып, бұрынғыға жүрген тарихы керек қой. Сөз арқылы түріктің әуелгі бірінші адам кітабының аты солай. Адамзаттың ата тілі алғашқы адамдар қай тілде сөйлеген дегенде түрік тілінде сөйлеген. Оған мен бір ғана жайсет немсіз деледіңіз жүрген жерлерінде не болғанда ғылым мойындаған мынандай не бар. Жер бетіндегі тіршілік иесінің бәрінде де тіл бар. Бақасында да, шайырында да. Бәрі де алғашқыда дыбыспен сөйлескен. Соның ішінде кейін адамдар ымға шыққан. Оған дерек айтқан ешкім жоқ, бірақ дерек дегені бәрі бар. Қалай, ол қай кезде келді деген жоқ. Осы бір математика айтқанда, ой, ол ана біз теңізшіліктен ата-бабамыз аңшылыққа шыққан кезде шыққан не ғой дейді. Зерттеуші де емес, дәнегі де емес, логикамен. Неге дедім, құлағым елемеді. Аңды айқайлап дұрыстай алмайды ғой. Дейді, содан барып жетіліп кеткен, содан барып анау не түсінікті жұртты мазалы айқайлап атпайсың анандай. Содан барып кезеңі деп шыққан. Кезеңі дегеніңіз адамзат баласының саналық даму барысындағы әліппесі. Үлкен кезең. Солай ғой. Дүниенің танымы кезінде қалыптасқан. Әр белгі мынау біткен бәрі бір ұғымды білдіреді. Дыбыс та солай. Оқыдыңыздар ма? Оқыдыңыз осыдан 2 ай бұрын ба, 3 ай бұрын ба, бір ғалымның несін оқыдым орыс. Бала жылайды ғой. Біз бала жылаватыр дейміз ғой. Әлі ешкім үйретпеген кәдімгі жаңа туған бала шіреді. Сөйтсе ол сөйлейді екен ғой. Bir dыбысы мен ауырып жатырмын. Мен тамақ ішкім келеді. Менің мынау астым былғанып қалды деген сияқты білдіреді екен. Соны жазып алып, соны ананы алып қалғанда, мына жерде тұр, ана баланың асты болғанда, ана деп не, сұлу мықты адамдар айтады ғой. Сонда айтты да естідім. Енді қараңыз, енді сұмдықты қараңыз. Кезеңі болды ғой. Кезеңінде бәрі қалыптасты. Ал ымның болғанда тағы не? Міне мынау мен. Тілмен айтқандың орнына бүйтем. Анадан қалған, ол ұзақ жылғы болған, бізге келген қазір бастығы да, несі де қол деруім жетеді. Ымнан қалған. Кезеңі. Дүние танымның ең әліппесі. Ал әліппеден бастағанда деген сөзді тұғырған дүниені қара. Дүние жүзінде тек қазақты ғана. Қараңыз, кезең ғой. Білу үшін ымды білу керек дейміз мысалы. Ымды білмеген дымды білмейді. Соңы келетін. Сол кезінде өзінің әр заманның өзінің ортасынан ой азырған ақылдысы бар ғой. Солар сөз жазған. Сонда қараңыз. Әуелі не болушы менің наставление қараңыз. Ымды ілдейді. Ым деген іл деген ақыл деген сөз.
іліп кетті, алып кетті дейді ғой мысалы, іл дейді. Сол ілгім ғой енді. Сонда ілімді ілгеннен шығатын сізге ұғымды ілім дейді. Бүкіл түсініктің бастауы ілім. Ілдің, енді алдың ғой. Іліп алдың. Іліп алдың. Енді біл дейді. Осыдан алғаныңды білім дейді. Білдің ба? Енді осыны кәдеге жарат дейді. Қыл, Сізде де қыл деп айтамыз ғой осыны. Осылай қыл деп айта береміз ғой. Қыл, дейді. Қылдың ба? Енді мынаны осында қал дейді. Әлгі Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы әз Тәукенің 7 жарғысында жазылып қойған. Біздің менталитетке, біздің заңның ненің бәрі әлгі аталы сөз айтылса, әкеңнің құнын кеш, уәдеге берік бол сөздің құдіретіне құрылған. Сондықтан біз басқа жақтан заңды іздемей, сол өзіміздің ата-бабамыздың, өзіміздің халыққа, өзіміздің ұлтымыздың менталитетіне ыңғайланған, баяғыдан келе жатқан заңды бүгінгі күнге адаптация жасау керек еді. Өте дұрыс айтып отыр. Біздің болмай жатқанымыз, мынау неше елдің қалың болсын, құр қызығып қана тыңдайды. Сөздің мағынасын оны тәрбиелемейді, тағылым алмайды. Мейлі кімнің бір кітаптардан болсын, өйткені ондай қалыптаспаған. Бала кішкентайдан бәрін білгеннен кейін, оған ақылды айтудың қажеті жоқ, өзі бәрін біледі. Сөзді түсінгеннен кейін. Сондықтан бастауыш мектепте алғанда, сол өзінің оқулығындағы бір сөзді білмейтін болмау керек. Соның астарымен бәрімен айта біледі. Инжелдің 4 авторының біреуі Иван айтқан. Сөз, әуелі сөз болды. Сөзді Құдай жаратты. Сөз Құдайға айналды дейді. Осының алдыңғы екеуі дұрыс емес. Сөз Құдайға айналды. Оны қазақта айтады. Қазақта мынандай сөз болған. Сөз өліні тірілтеді, тіріні өлтіреді дейді. Бұл Құдайдың ғана қолындағы сөз ғой. Немесе сөз сүйектен өтеді, таяқ еттен өтеді. Мәңкөбе етеді. Естіге айтқан асыл сөз шыңға тіккен тумен тең. Ессізге айтқан сол асыл сөз құмға төккен сумен тең. Осы сөз. Ал енді кім айтады? Ахмет айтады. Сөздің асыл тарих дейді. Бізге керегі не? Бізге қазақ халқының тарихы. Қайдан шықты, қайда барды, қалай берді, кімдері болды, солар қандай өлі болды, қандай оңбағанда сызып, жаманнан жирену үшін, жақсынан үлгі алу үшін сол керек. Сенде ондай тарих жоқ. Сенің бүгінгі бар тарихының бәрі Қазақстан тарихы. Қазақстан деген қазақ емес. Сол қазақтың мекендеген жерінің орнатқан мемлекетінің аты. Сондықтан да сенің бүкіл тарихыңда Сүндіген ел болған, сол империясы болған, ол адырап кеткен, одан кейін мынандай хандықтар болған, одан кейін мынандай болды деген кілең мемлекеттің тарихы. Бүгінгі дейінгі қан. Онда сенің бір атаңның үлгілі жоқ. Әлемді тамсандыратын бір ғаламат шалдарымыздың үлгі өнегесі жоқ. Қайдан саған ол тарих болады? Вот сондай сұрақтар қазір неде интернетте жастар сондай сұрақ қойып жатыр. Сұрақ қойып, заңды өмірдің өзі талап етіп жатыр. Айналайын. Істеген ісінің бәрінің жемісі халқыңа жұғысты болсын. Ұрпақыңызға өнеке болсын. Ол үшін амандық керек. Менің бір оқымаған адам айтатын. Балаларым, аман болыңдар. Амандық жамандық сүймейді дейді. Амандық болсақ, бүгін болған қиыншылықтарда бәрі де артына қалады. Сол кезде жұрт ненің жақсы екенін, ненің шығармай екенін білетін жасқа келеді. Сол кезде бағаланады. Сол Алла тағалам сондай заманға қойып, бәріміз қазір ниетіміз түзу. Адал Қазақстан деп жатырмыз, әділетті Қазақстан деп жатырмыз. Сондай Қазақстан орнаған кезде шын мәнінде шынайы талантты адамдардың еңбегі жанады. Халық бағалайды, ұрпақ соған еліктейді. Сонда барып түзеледі. Ал енді бүгінгі тірліктерде байдың Алладан бұрын аузымызға ақша түсіп жүрген заманда екіталай. Сондықтан сол алдымен ортасы оңбай, азамат оңбайды дейді ғой. Алдымен халқымыз аман болсын.
жұртымыз тыныш болсын. Соңғы осы мұндай жақсы азамат, талантты азаматтар көп болып, соның арасында бағыңыздан жарқырап маңдайың жүре бер, ісің жемісті болсын. Ең бастысы аман болыңдар.